Видеоны бастамастан бұрын мына сұраққа жауап беріп көрейікші. Жер планетасында осыған дейін қанша астероид құлаған? Сіз айға қарасаңыз, оның өте көп тыртықтарын көресіз, немесе дәл сол сияқты Меркурий планетасына. Бұл тыртықтар ол жақта өте көп метеориттер құлағанын көрсетеді. Жай көзбен ақ жүздеген кратерлерді анықтай аламыз. Дәл сол сияқты жерге де өте көп астероид құлаған. Бірақ біз оның барлығын көре бермейміз, өйткені жердегі беткі қыртыс эрозияға түсе алады. Эрозияланғаннан кейін кратер білінбей қалады, ал Ай мен Меркурий және басқа да планеталарда эрозия деген процесс жоқ. Білесіз бе, қазірдің өзінде өте көп астероид жерге құлап жатыр. Тек ол астероид болып емес, атмосфераның арқасында кішкене бөлшектерге бөлініп метеорит болып құлайды. Тіпті дәл қазір осы видеоны қарап отқан кезіңізде де планетамызға метеориттер құлап жатқан болуы мүмкін. Әрине үлкен метеориттер емес, көлемі кішкентай, тіпті тас сияқты. Шамамен 15 мың тоннаға жуық метеориттер жыл сайын жерге құлап отыратыны зерттелген. Олардың да көлемі әртүрлі болады. Құм түйіршігіндей көлемнен 1 метр диаметрінде көлемге дейін әртүрлі метеорит жыл сайын құлап отырады. Оған мысал Калифорниядағы біреудің үйіне 2012 жылы құлаған метеоритпен 1938 жылы Иллинойстағы белгісіз біреудің автокөлігіне құлаған метеоритті көрсете аламыз. Дегенмен астероидтың көлеміне байланысты келетін зардапты әртүрлі болады. Диаметрі 4 метрлік астероид әр жылда бір рет құлап отырады. Ал диаметрі 7 метр болатын метеор, бұндай метеор Хиросимадағы жарылыстай жарылыс жасай алады. Әр 5 жылда бір рет құлап отырады. Ойлайтын боларсыз, әр 5 жылда бір Хиросима жарылысындай жарылыс болып тұрса сұмдық шығар деп. Бірақ планетамыздың 3/2-сін су алып жатыр және құрлықтың өзінде оның барлық жерінде адам өмір сүрмейді. Сондықтан бұларды біз тіпті көп байқамаймыз. 1975-1992 жылдардың арасында америкалық жасанды серіктер 136 метеориттің жарылысын тіркеген болатын. Ал мына картада энергиясына қарай бөлінген үлкенді кішілі жүздеген құлаған метеориттерді көре аласыз. Бұл 1994-2013 жылы құлаған метеориттер. Ендігі кезекте бұлардан да күштірек, яғни адамзатқа қауіп тигізе алатын астероидтар қаншалықты жиі түседі. Диаметрі 20 метр болатын астероид немесе 6 қабаттық үймен бірдей болатын тас 500 килотондық жарылыс жасайды және әрбір 50 жылда бір рет түсіп отырады екен. Соңғы рет бәріміз білетін 2013 жылы Челябинскке түскен астероид болатын және 6 қалаға өз зардабын тигізді. 7200 үйлер бүлінді және 1500 адам зардап шеккен болатын. $30 миллион шығын әкелген болатын. Сонымен диаметрі 1 километр болатын астероид әр 444 мың жылда бір құлап отқан екен, және ол 23 мың мегатонналық жарылыс әкеледі. Диаметрі 5 километр болатын астероид 20 миллион жылда бір құлап отырған. Бұның күші 2,84 гигатоннаға бағаланған. Ал 10 километрлік шамамен Эверест шыңындай астероид соңғы рет 66 миллион жыл бұрын құлаған деседі ғалымдар. Және динозаврларды құртқан дәл осы астероид деп айтады. Күн жүйесіндегі 1 километрлік немесе одан да үлкен астероидтардың 93% зерттелген, және NASA зерттеулері бойынша оның 1651-і жер планетасына қауіпті. Болашақта Тунгус астероиды сияқты астероид құлау ықтималдылығы 625-тен 1, және диаметрі 490 метрлік метеордың құлау ықтималдылығы 2700-ден 1. Ал ең үлкені 1 километрден үлкен, зардабы да үлкен болатын астероид құлау ықтималдылығы 8333-ден 1. Бұл шамамен алғанда сіздің Оскар сыйлығын жеңіп алатын ықтималдылығыңызбен тең. Ал сіз Оскарды жеңе алады деп ойлай алмайсыз ғой. Келтірілген статистикалардан қорқынышыңыз кішкене де болса сейілген шығар. Тағы да айта кетейін, жер планетасының өте үлкен бөлігін су алып жатқаны үшін және көп бөлігінде адам тұрмайтыны үшін бізге метеориттерден келетін қатты зардап жоқ. Ал сіз комментарияға өз пікірлеріңізді жазып, видеоға лайк қоя кетіңіз. Сіз үшін жай ғана саусақ тигізу, ал біз үшін үлкен қуаныш.